Барлықтарыңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді авокадо қосылған салаттың жасалу жолын ұсынамын. Жылдам дайындалады, оңай жасалады. Дастарханыңыздың сәнін ашатын, дәмі тіл үйіретін салатты сіздер жасап көріңіз. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізге керекті заттар қызыл пияз, кинза, авокадо, лайм, қызанақ, қияр, зәйтүн майы және тұз бен қара бұрыш. Ең алдымен қиярды турап ыдысымызға саламыз. Қатты ірі немесе ұсақ қылмай орташа етіп тураймыз. Енді қызанақты турап ыдысымызға саламыз. Менің каналымда басқа да салаттың жасалу жолдары бар, қарап көріңіздер. Сонан соң пиязды тураймыз. Келесі кезекте кинзаны тураймыз. Енді авокадоны қабығынан тазалап тураймыз. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Алда бұйырса көптеген тағамдардың жасалу жолдарын салатын боламын. Енді лаймның шырынын құямыз. Лаймның орнына лимонның шырынын пайдалансаңыздар болады. Дәміне қарай тұз саламыз. Дәміне қарай қара бұрыш саламыз. Сонан соң зәйтүн майын құямыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Пайдалы әрі дәмді салаттың бірі. Дайын болған салатты әдемі ыдысымызға саламыз. Мінекей достар, авокадо қосылған жылдам дайындалатын салатымыз дайын. Дастарханыңыздың сәнін ашатын, дәмі тіл үйіретін салатты сіздер жасап көріңіз. Осы видео ұнаса достар, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақшолпан. Барлығыңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге жылдам дайындалатын дәмді салаттың жасалу жолын ұсынамын. Менің отбасыма өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Дәмі тіл үйіретін салатты сіздер жасап көріңіз. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізге керекті заттар қияр, ірімшік, шұжық, кукуруз және майонез. Ең алдымен қиярды, шұжықты, ірімшікті видеодағыдай ұзынша етіп турап аламыз. Менің каналымда оңай жасалатын салаттың жасалу жолдары бар, қарап көріңіздер. Мінекей барлығын турап дайындап алдым. Ең алдымен ыдысымызға туралған қиярды саламыз. Сонан соң шұжықты саламыз. Оның үстіне ірімшікті саламыз. Енді кукурузды саламыз. Сонан соң майонезді саламыз. Менің каналымда үй жағдайында жасалатын майонездің жасалу жолы бар, қарап көріңіздер. Барлығын жақсылап араластырамыз. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Алда бұйырса көптеген тағамдардың жасалу жолдарын салатын боламын. Асыққанда жасайтын оңай салаттың бірі. Мінекей достар, жылдам дайындалатын дәмді салатымыз дайын. Менің отбасыма өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Оңай жасалатын дәмі тіл үйіретін салатты сіздер жасап көріңіз. Осы видео ұнаса достар, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақшолпан. Барлығыңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге ең оңай дәмді салаттың жасалу жолын ұсынамын. Құрамына көп затты қажет етпейді. Қарапайым әрі ерекше салаттың бірі. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Керекті заттар қырыққабат, сәбіз, тұз, қант, сұйық май және сірке су. Барлығының мөлшерін видеоның астына описанияға жазып қалдырамын. Ең алдымен қырыққабатты барынша жіңішке және ұзынша етіп тураймыз. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Алда бұйырса көптеген тағамдардың жасалу жолдарын салатын боламын. Сонан соң сәбізді үкіштің ірі жағынан өткіземіз. Ендігі кезекте сәбізді қырыққабаттың үстіне саламыз. Оның үстіне тұз саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Мінекей жақсылап араластырып алдым. Бөлме температурасына 15 минутқа қалдырамыз. Келесі кезекте қантты саламыз. Сонан соң сірке суын құямыз. Жақсылап араластырамыз. Бөлме температурасына тағы да 5 минутқа қалдырамыз. Ендігі кезекте сұйық майды құямыз. Қасықтың көмегімен жақсылап араластырамыз.
Салатты жақсылап араластырып алдым. Сонан соң тоңазытқышқа 20 минутқа салып қоямыз. 40 қабаттан жасалған ең оңай дәмді салат дайын. Құрамына көп затты қажет етпейді. Бұл салатты сіздер де жасап көріңіздер, ұнайтынына сенімдімін. Астарыңыз дәмді болсын. Осы видео ұнаса каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақшолпан. Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге өте дәмді әрі оңай жасалатын салаттың жасалу жолын ұсынамын. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізге керекті заттардың барлығын видеоның астына описанияға қалдырамын. Ең алдымен піскен жұмыртқаны, ірімшікті және сарымсақты үккіштің ұсақ жағынан өткізіп аламыз. Мінекей барлығын үккіштен өткізіп алдым. Келесі кезекте ыдысымызға жүгеріні саламыз. Сонан соң майонезді саламыз. Оның үстіне шым-шым тұз саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Достар, менің каналымда басқа да салаттың түрлері бар, қарап көріңіздер. Жасалу жолы өте оңай әрі дәмді, сіздер де жасап көріңіздер. Мінекей достар, салатымыз дайын. Оңай жасалатын және дәмді салаттың бірі. Менің отбасыма өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Осы видео ұнаса достар, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет, сіздермен болған Ақшолпан.